Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге осындай клевер брошкасын бірге жасайтын боламыз. Лекаласын алу үшін описанияда лекала деген жерде ссылка болады, сол жерден осы клевердің лекаласын ала аласыздар. Қажетті заттардың барлығын сіздерде суретте тастап кеттім, бірақ видео барысында да сіздерге барлығын түсіндіріп айтып отыратын боламын. Ең алдымен сіздерге берген лекаланы осылай шығарып, қатты картон қағазына бастырып алсаңыздар болады. Одан кейін оны ручканың көмегімен фетрға бастырып аласыздар. Фетріміздің ортаңғы бөлігіне осындай кристалл тасын орнатамыз. Ол үшін ең жіңішке бисерге арналған инені алатын боласыздар және оған мононитті өткіземіз. Мононит немесе леска 0,15 мм деп аталады. Одан кейін стразигіміздің астыңғы бөлігіне осындай V6000 клейін кішкене жағып алып орнататын боламыз. Бұл болмаса сіздерде кристалл момент клейін қолдансаңыздар болады. Кристаллымыз кішкене орныққаннан кейін төменгі бөлігінде ине өтетін тұстары бар. Сол тұстан фетрімізға бірнеше рет осы кристаллымызды тігіп орнатып алатын боламыз. Клеверіміздің жапырақшаларын осындай канителмен қоршап шығатын боламыз. Бұл жерде менде мягкий канитель, бірақ сіздерге жесткий канитель алуды кеңес беремін. Себебі мягкий канительмен жұмыс жасау кішкене қиындау. Ең алдымен канительді қолданар алдын осылай араларын ашып алатын боласыздар. Осы аралардан сіздің ине жібіңіз өтетін болады. Бір шетінен бастап видеодағыдай орналастыратын боламыз. Басында сіздерге мононитпен де канительмен де жұмыс жасау қиындық тудыруы мүмкін. Бір жапырақты тіккеннен кейін қолдарыңыз жаттығып кететін болады. Батыс дәстүрінде клевер өсімдігін тапқан адамға сәттілік алып келеді деген сенім бар екен. Ол кездейсоқ тапқан болса. Және аңыз бойынша клевер өсімдігінің әрқайсы жапырағы белгілі бір нәрсені білдіреді екен. Бірінші жапырағы бұл үмітті білдірсе, екінші жапырағы сенімді, үшінші жапырағы махаббатты, ал төртінші жапырағы сәттілікті білдіреді екен. Канителімізді осылай орнатып болдық. Енді канителіміздің бойымен стразовый лентамызды осылай орнатып шығамыз. Ең алдымен астыңғы бөлігін клейлап орнатып аламыз. Одан кейін біз лескамызбен тігіп шығатын боламыз. Сол кезде біздің стразовый лентамыз қозғалмай тұрады және ешқашанда түсіп қалмайды. Стразовый лентаңызды мен сияқты әрбір стразиктің ортасынан тігіп шыққандарыңыз жақсы, сол кезде стразиктарыңыз мықты тұратын болады. Соңғы тұсына келгенде стразовый лентамызды осылай өлшеп алып, артығын қайшымен қиып тастайтын боламыз. Енді ортаңғы бөліктеріне осындай лодка кристаллымызды орнататын боламыз. Бұл бізде орташа размерде 15-8 мм кристалдар. Бізге осындай 4 данасы қажет болады. Ең алдымен кристаллымыздың астыңғы бөлігіне кішкене клейімізді жағып алатын боламыз. Орныққаннан кейін лескамызбен тігіп шығамыз. Бұның да төменгі бөлігінде ине өтетін тұстары бар. Сол тұстардан фетрімізға мықтап орналастыратын боламыз. Енді қалған бөліктерін толтыруды қазір сіздерге көрсететін болам. 3 жапырағын уже толтырып қойдым. Ал мына соңғы жапырақшаны сіздермен бірге толтыратын боламыз. Ол үшін осындай алтын түсті 4 мм моншақ қажет болады. Осы екі жақтағы жүрекшеге ортаңғы бөлігіне осы моншағымызды орналастыратын боламыз.
Моншақтарымызды орналастырып алдық. Енді оның төменгі бөлігіне хрусталь тасымызды орналастыратын боламыз. Бұл бізде 6 мм-лік ронделей хрусталь тасы. Хрусталь тасымызды да осылай орнатып алдық. Енді ашық бөліктеріне 2 мм-лік биконусты және 2 мм-лік ронделей хрусталь тасын орнататын боламыз. Бұл жерде тек біреуін алсаңыздар да болады, биконусты. Кез келген сиятын бөлігіне осы екеуін орнататын боламыз. Мен ең бірінші биконусты өткізіп алдым. Одан кейін жанына ронделейдің кішкентай тасын салған болатынмын. Және жоғарғы ашық бөлігіне де биконус салдым. Қалған бөліктерін чешский бисермен толтырған болатынмын. Жапырақтың екінші жартысына да осы 2 биконусты, 1 ронделейді қайталап орналастыратын боламыз. Сонда бізде бір жапырақшада 4 биконус, 2 ронделей тасымыз орналасқан болатын. Енді қалған ашық бөліктерін осындай чешский бисермен толықтыратын боламыз. Чешский бисердің бір ерекшелігі китайский бисерден бұнда инеге барлығы өтеді. Китайский бисерден көп бөлігі инеге өтпей қалады. Біздер бұл жерде инемен бірнеше рет чешский бисердің арасынан өтетін болғандықтан сіздерге осы бисерді алуға кеңес беремін. Барлық ашық бөлігін осылай толтырып алғаннан кейін жібімізді қалдырып қоямыз. Фетрімізді осылай жан-жағын қиып алатын боламыз. Енді осындай кожаға бастырып алатын боламыз. Және картон қағазға да бастырып алыңыздар. Картон қағазымыз фетрдан кішкентай болуы тиіс. Сондықтан кішкене жан-жағын қиып тастайтын боламыз. Оны клейлаған кезде тігу үшін бізге орын қалу керек. Сондықтан осындай бөлігін қиып тастайтын боласыздар. Кожа материалын кішкене артығымен қиып алатын боламыз. Оны жабыстырғаннан кейін артық бөлігін қиып тастаймыз. Кожа материалымызға осындай 3 см-лік застежкамызды орнатып алатын боламыз. Ол үшін ішкі бөлігіне застежканың қай жерде тұратынын белгілеп алатын боламыз. 2 тұсын және сол жерді қайшымен кішкене қиып жіберетін боламыз. Қиғаннан кейін застежкамызды осы жағынан орнатып аламыз. Енді клеверіміздің төменгі жағын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай пинный қажет болады. Пинныйымызға ең бірінші биконусты орнатып аламыз, кішкентай биконусты. Одан кейін үлкен хрусталь ронделей 6 мм-лік тасымызды содан кейін қайталай береміз. 4 үлкен хрусталь тасымызды орнатамыз. Араларына биконусты өткіземіз. Және жоғарғы бөлігіне 2 биконусты өткізіп жібереміз. Жоғарғы бөлігін осындай плоскогубцийдің көмегімен айналдырып алатын боламыз. Соны артында қалдырған жіппен қай жерде тұратынын белгілеп, сол жерге жіппен бірінші тігіп алатын боламыз. Орнатып болғаннан кейін артқы бөлігіне картон қағазымызды жабыстыратын боламыз.
Ол үшін бізге ыстық желім қажет болады. Ыстық желімімізбен жаңағы орналастырған бөлігімізге кішкене клей жағып жіберетін боламыз. Одан кейін картон қағазымызға клейімізді жағып, оны ортаңғы бөлігіне жабыстыратын боламыз. Артық клейдің қажеті жоқ, себебі біз тіккен кезде бізге клей кедергі болуы мүмкін. Жаңағы застежкамыздың жан жағын мұқият клейлап жібереміз. Одан кейін картон қағазымыздың үстіңгі бөлігін клейлап, соған кожа материалымызды жабыстырамыз. Осы жерде артық шығып тұрған кожа материалымызды қиып тастайтын боламыз. Одан кейін жаңадан лескамызды өткізіп аламыз, ұзын қылып. Енді артқы бөлігі мен алдыңғы бөлігін біріктіріп тігетін боламыз. Ол үшін бізге чесізге бисер қажет болады. Ең бірінші лескамызды кожадан емес, фетрдің астынан және канитель стразовый лентаның екі ортасынан өткізіп алатын боламыз. Одан кейін екі бисер өткіземіз және екі бисердің орнын белгілеп алып, сол тұстан енді төменгі бөлігінен кожа материалымыздан инемізді алға қарай өткізетін боламыз. Стразовый лента мен канительдің ортасынан өткіземіз жоғары қарай. Одан кейін жаңағы өткізген екінші бисеріміздің астыңғы бөлігінен инемізді кері қарай өткіземіз де тартамыз. Сол кезде екі бөлігіміз бірігетін болады. Бірінші бисеріміз солай қала береді. Оны соңғы тіккен бисерден кейінгі лескамызбен жалғастырып кететін боламыз. Сонымен бітіреміз. Келесі лескамызға бір бисер өткізіп алып, кожамыздың астыңғы бөлігінен стразовый лента мен канительдің ортасынан жоғары қарай өткізіп аламыз. Дәл жаңағы өткізген бисеріміздің астыңғы бөлігінен инемізді өткізіп, қатты тартатын боламыз. Осылайша қайталай береміз. Сонда екі бөлігіміз бірігіп, бисерлеріміз әдемі орнығатын болады. Брошкамызды аяқтар кезде соңғы бисерімізден өткізіп, одан кейін лескамызды бірнеше жерден тігіп жіберетін боламыз. Сол кезде біздің лескамыз мықты тұратын болады. Осылай біздің клевер брошкамыз дайын болады. Видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарияда жаза кетіңіздер. Каналыма тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен мен Айолым Марысқызы. Келесі видеомда көріскенше.